Ахмет Байтұрсыұлы. Маймылмен көзілдірік. Қартайып нашар көрді маймыл көзі. Ойлады ем етерге оған өзі. Көз аса көзілдірік емі деген. Тиеттің құлағына жұрттың сөзі. 5-6 көзілдірік маймыл тапты. Bir azın құйрығына тізіп тақты. Қарады бірін ескеп бірін жалап. Bir mezgil төбесіне қойып жатты. Пайда жоқ титімде де жаласа да, қойбақ әр жеріне қараса да. Маймылға көзілдірік ем болмады, адамның көздеріне жараса да. Жоқ деді титімде де пайда тіптен, мәжнүн бұл шыныдан дadu күткен. Жақсақ деп көзілдірік сұлаушы еді, бәрі де жалғаншы екен, адам біткен. Сөздері жұрттың айтқан бәрі жаңған. Мен жарым жаңған айтқан сөзге нанған. Көрмедім жау алғырдан ешбір пайда, еңбегім босқа кетті іздеп талған. Қараңыз маймыл нетті сонда тұрып, бір